Дым қызықсыз кино. Неге? Есту мүшелеріңді дайында, ұмыттың ба кино шолуымызды? Ыңғайласып отырып тыңдап ал. Таптым ау сені 2 бұл танымал қазақстандық комедиялық картинаның жалғасы. Таптым ау сені. Алғашқы бөлім үлкен сұранысқа ие болғандықтан екінші фильмде көптің назарын аударды. Оның жеңіл юморы мен адамдар арасындағы қарым-қатынастарды ашуы қызығушылық туғызды. Бірақ әрбір киноның жалғасы сияқты, екінші фильмде де өз ерекшеліктері мен кемшіліктері бар. Фильмнен не күтуге болады? Юмор мен еркіндік. Алғашқы фильм арзан, түсінікті юмормен танымал болды, әрі көрермендерге ұнады. Таптым ау сені 2 осы атмосфераны сақтап, жаңа күлкілі жағдайлар мен қарым-қатынастарды дамытуы мүмкін. Эмоционалды байланыс. Жалғасында кейіпкерлердің тарихы тереңдетіліп, олардың әрі қарайғы дамуы мен қарым-қатынастарындағы қиындықтар көрсетілуі мүмкін. Жаңа қақтығыстар мен жағдайлар әзілмен шешіледі. Ұлттық мәдениет пен ерекшеліктер. Қазақстандық және басқа да тмд елдерінен көрермендер үшін фильм жергілікті мәдениетке, тұрмысқа және дәстүрлерге қатысты қызықты, себебі ол жақын әрі түсінікті. Плюстар. Алғашқы бөлімнің танымалдығы. Фильмнің жанкүйерлері бар, олар жалғасын асыға күтіп отыр. Себебі көрермендер кейіпкерлер мен оқиғалармен таныс. Жергілікті колорит. Қазақстандық киноиндустрия соңғы жылдары танымалдылыққа ие болып келеді, және фильм жергілікті мәдениетке қызығатын халықаралық көрермендерді де тарта алады. Маңызды тақырыптарды қозғау. Юмордан бөлек, фильм әлеуметтік және отбасылық мәселелерді де қозғайды. Махаббат, достық, сатқындық сияқты тақырыптар көрерменге тек көңіл көтеру ғана емес, сонымен бірге маңызды мәселелерді де ұсынады. Минустар. Стереотиптілік пен қайталаушылық. Егер сценаристер жаңалық ұсынбаса, фильм бірінші бөлімнің идеясын қайталап, алдын ала болжауға болатын болып қалуы мүмкін. Бұл көрермендер үшін көңілсіз жағдай туғызады. Сапа мәселелері. Кейде жалғасын түсіргенде бюджет немесе шығармашылық топ өзгеріп, фильмнің жалпы деңгейіне әсер етуі мүмкін. Бұл фильмнің көркемдік деңгейіне және оның жүзеге асуына теріс әсер етуі ықтимал. Түпнұсқалықтың жоғалуы. Егер фильм тек коммерциялық табысқа бағытталса және жаңа идеялар мен тереңдіктер ұсынбаса, ол тым жалпылама болып, есте қалмауы мүмкін. Фильм неге сәтсіз болуы мүмкін? Көрермендердің үміттері. Егер жалғасы бірінші бөлімнің үміттерін ақтамаса, ол аудиторияны тартпауы мүмкін, бұл кассалық табыспен сынға келеді. Тым болжамды болу. Егер фильм жаңа, қызықты сюжеттер ұсынбаса немесе терең тақырыптарды қозғай алмаса, ол көрермендер үшін скучно болып қалуы мүмкін, инновациялардың болмауы. Егер фильм бірінші бөлімнің дәл көшірмесі болып қалса, ол көрермендердің қызығушылығын жоғалтып, оны елемеуі мүмкін. Қорытындысында, фильмнің табысы әзіл мен жаңа сюжеттердің арасындағы тепе-теңдікті сақтауға байланысты болады. Егер жаңа идеялар мен терең дамулар ұсынылса, көрермендерді қызықтырып, табысқа жетуі мүмкін. Ал сіздің ойыңыз қандай?